Сәлем достар, сіздермен мен Күнекей Нұрлан, қаржылық кеңесші. Өзіміз отырып шай ішейік. Шай ішейік бағдарламасы қаржылық сауатыңызды арттыруға және өміріміздің маңызды қаржылық тақырыптарын талқылауға арналған тұрақты айдар болып келеді. Бүгін біз автокөлікке қатысты қаржыны басқару мәселелерін талқылаймыз. Қаржылық білім беруде үлес қосып отырған бас демеушіміз Халық сақтандыру компаниясы. Бар. Көлік жуумен, жанармай құюмен бірге санағанда бір 60-70 мыңдай шығады. Орташа 80-100 мың теңгедей. Шамамен 80-90 мың теңгем кетеді. 80 мың теңгедей. Бір 80 мыңдай кетеді. Шамамен 50 мың теңгедей. Негізі көп жұмсамаймын, 20-30 мың ғана жетеді маған. Сапалы жанармай құюға тырысамын. Сол себепті біраз қымбаттау, енді мемлекет тарапынан біраз қарастырады деген ойдамын. Басқа елдермен салыстырғанда өте тиімді деп ойлаймын. Қымбат. Жоқ, қымбат. Сәл қымбаттау деп ойлаймын. Қалыпты. Оны білмеймін, мен тек газбен жүремін. Негізі қолма-қол ақшалай алған дұрыс па? Шама жетсе қолма-қол алған дұрыс деп ойлаймын. Қолма-қол ақшаны. Негізі қолма-қол алған дұрыс. Егер жағдай болып жатқан жағдайда қолма-қол алған дұрыс деп ойлаймын. Несиенің проценті аз болса, несие алған дұрыс деп ойлаймын. Егер шамамен 4-5-6%-ке дейін одан жоғары болса, онда қолма-қол алған дұрыс. Электромобиль болашаққа деген жаңа қадам деп есептеймін. Қазіргі таңда электромобильдер өте үнемді. Әрине, ол қала ішіне өте тиімді. Сол үшін алам деген ой келген. Жоқ, ойлаған жоқ. Электромобиль алуға қызық үшін ғана болмаса, былай ойымда болмаған себебі біздің қазақ еліне электромобиль әлі күнге дейін 1-2 жыл сәл ертелеу сияқты. Негізі ойлағам, электромобиль алуға, бірақ мен Алматы облысында тұрғандықтан, ол жақта зарядтайтын точкалар жоқ болғандықтан, бензинмен көлік алдым. Ойлап жүрмін, армандап жүрмін. Жоқ, мүлдем. Капитал болып жатқан жағдайда қосымша көліктер алып, табыс көзіне айналдыруға болады деген сенімдемін. Қазіргі таңда кейбір компаниялар, жеке тұлғалар сондаймен айналысып, қосымша табысқа келіп жатыр. Қала ішінде жұмысқа барып келгенге, отбасымен басқа қалаларға сапарға тиімді деп ойлаймын. Жай ғана шығын. Жоқ, ол табысқа әсер етеді. Ол шығын емес, өйткені ол қазіргі таңда өте қолайлы және де өте керек. Біздің қаламызға, елімізге ол көлікпен жүру деген өте қажетті нәрселердің бірі деп ойлаймын. Негізі, егер қалада тұрған болсам, ол шығын деп есептеймін. Өйткені қоғамдық көлікте тез әрі арзан деп ойлаймын. Айлылық жағымен жақсы шығар, потому что ол шығын деп есептеймін өзім. Бірақ барын келген жерге тез жетуге өте ыңғайлы зат. Көлік шығын емес, көлік пайдасы көп қой. Жоқ, қолданбаған, бірақ жоспарда бар. Егер де нақты өзіңіздің жұмысыңыз болса, керек жоқ деп ойлаймын. Бірақ та осы көлікпен такси немесе курьер болып жұмыс жасап, ақша тауып жүрген адамдар бар. Болды, такси. Болған. Ол қазіргі таңда өте бір популярный нәрсе деп ойлаймын. Өйткені қазіргі таңда ол именно такси жағынан алатын болсақ, көбісі қазір такси жағынан пайда табу, дүние табу жағынан өте көп пайдаланады. Жоқ. Мен көлік мінсем, ол өз ақшасын табу керек, сол үшін мінемін. Көлік сізге не үшін қажет? Әлде көлік керек пе, жоқ па деген сұрақ туындайды. Оны қалай сатып алған дұрыс? Несиеге ме, әлде қолма-қол ақшаға ма, немесе жинап алған дұрыс па? Қалай ұстап күту қажет? Қалай сақтандыру керек? Көлік сатып алу шешімін қарастырайық. Біріншіден, ал енді көлік алу туралы ой келсе, алдымен өзіңізге бір қарапайым сұрақ қойыңыз. Маған шынымен көлік керек па? Әлде жай ғана менің де темір тұлпарым болсын деген ой ма? Екіншіден, егер сіз мегаполисте тұрсаңыз, мысалы Алматыда немесе Астанада көліктің өзі қиындықтары бар. Таңертеңгі және кешкі кептеліс, тұрақ табу азабы, айыппұлдар. Кейде жұмысқа автобуспен немесе метро арқылы тезірек жетіп қаласыз. Мысалы, Алматыда таңғы 8-де көлікпен 40 минут баратын жерге метро 18 минутта апарады. Айырмашылық 22 минут және жүйке тозуы. Егер сіздің жұмысыңыз үйден 15-20 минуттық жаяу жерде болса, көлік жай ғана гаражда ұйықтап жатқан темір серігіңіз болады. Ал ұйықтап жатқан серік үшін ай сайын бензин мен сақтандыру төлеу қаржылық комедия емес па? Сондықтан бірінші ереже, көліксіз өмір сүру ыңғайлы ма? Соны бағалаңыз. Мүмкін сіз үшін тиімді нұсқа қоғамдық көлік, такси немесе каршеринг. Бұл сіздің қалтаңызды да, жүйкеңізді де сақтайды. Көлік керемет нәрсе, бірақ егер ол күнде пайдаланылмаса, ол жай ғана қымбат ойыншыққа айналады. Автокөлікті алудың алдында шығындарға талдау жасайық. Енді осы шығындарға талдау барысында біз категорияға бөлеміз. Бұл категория дегеніміз, яғни бірнеше әдістерді қарастыру. Бірінші қоғамдық көлік. Қоғамдық көлік ең арзан болып келеді. Алматы қаласын мысал ретінде қарастырсақ, біз оңай картасын қолданып, проездной аламыз, яғни айлық жолақымыз 9900 теңге. Егер сіз күнделікті проезднойсыз жүрсеңіз, оның бағасы 120 теңге. Әрине, 9900 теңгелік проездной сатып алған әлде қайда тиімді. Бұл енді біздің айлық шығынымыз болып келеді. Әрине, бюджетке қарағанда бұл өте тиімді, бірақ сіз метро, автобуспен жүресіз. Және де метро автобустың режимі
олардың маршрутына тәуелді болып келесіз. Екіншісі, егер біз көлік аламыз десек, ең арзан көлікті қарастырайық. Арзан көлік және біздің айлық шығындарымыз. Арзан көлік ретінде жанармайды аз қолданатын, орысша айтқанда малолитражка деп айтамыз. Бұл машиналардың салығы да аз және де тек қызметі де арзан болып келеді. Енді орташа есеппен алғанда осындай машинаға жанармай бізде 25 мың теңге шығады. Оны жууды да біз арзан жерді таңдаймыз, яғни шлангы бар, өзіңіз жуатын жер, оған 3 мың теңгедей кетеді. Міндетті сақтандыру мен салық, яғни бұл міндетті түрде мемлекет тарапынан сақтандыруды 12 жалпы сомасын 12 айға бөлгенде айына бізде 3500 шығады, яғни сақтандыру мен салығымызды 12 айға бөлген кезде. Техқызмет дегеніміз, яғни оның майын ауыстыру, ұсақ жөндеу жасау, қызметтерді сатып алуыңыз мүмкін да, ұсақ жөндеумен қатар. Бұның айына шығыны 12 мың теңгеде шығады. Бұл дегеніміз орташа санағанда көлікке сіз 43.500 теңге айына шығындайсыз. Енді үшінші мысал ретінде біздің қарастыратынымыз орташа автокөлік. Орташа автокөлікті біз седан, кроссовер ретінде қарастырамыз. Бұл автокөліктердің әрине салығы да орташа шамамен шығады және де олардың жанармай қолданысы, бұның барлығының да бағасын егер орташа шамамен санайтын болсақ, жанармай 25 мың теңге емес, 35 мың теңге шығады. Бұлар осындай кроссоверді көлемді машинаны жуу үшін бізге айына 5 мың теңгедей шығын шығады. Міндетті сақтандыру мен салығы айына бөлген кезде 4 мың теңге. Техқызметі, ұсақ жөндеуі, май ауыстыру айына бөлген кезде 15 мың теңге шығады. Сонда жалпы сомасы 59 мың теңге. Бұл біздің айлық шығынымыз. Енді біз таксимен жүрейік десек, Алматы қаласында көбінесінде бізде Яндекс, Индрайвер сияқты такси сервистері бар. 5 күндік жұмыс аптасын санасақ, біздің орташа шамамен жолымыз негізі бір поездка 1500 теңгедей шығады. Егер сіз эконом, кейде комфорт класты қолданып отырсаңыз, күнге барып қайту, мысалы бір күнде барып қайтуымыз 1500 теңгеден 3000 теңге болады күніне ақша шығынымыз. Ал енді сол 5 күнімізді 3000 теңгеге төлесек 15 мың теңге біздің аптада, ал 4 айда бізде айымызға 60 мың теңге таксиға кетеді. Бұл бір ай ішінде. Енді шығындарды салыстырып көрейік. Қарастырып отырсаңыз, орташа көлік бізде 59 мың теңге. Мысалы көлігіміз таксимен сәйкес негізі. Бірақ бұл жерде байқасаңыз, Яндекстің бағасы кез-кезде 1500, 2000, 3000 болып кету мүмкін, жауын, қар болса. Бұл Алматының бағалары. Өйткені басқа қалаларда арзан болуы мүмкін, немесе басқа да такси сервистерін қолдануыңызға болады. Біз мысал ретінде Алматы қаласына алып отырмыз. Сонда таксимен жүрсеңіз, тек қана сол жұмысқа ғана барсаңыз, біз демалыс күнді санаған жоқпыз, демалыс қоғамдық көлікті қолдансаңыз, сіз айына 60 мың теңге шығындайсыз. Орташа көлікпен сіз барлық шығындармен шамамен 59 мың теңге шығындайсыз. Арзан көлікпен 43.500 теңге шығындайсыз. Енді ең арзаны қоғамдық көлік 9900. Егер сіз көлік алудың алдында өзіңіздің қаражатыңызға, айлық қаражатыңызға қанша шығын кететінін салыстырғыңыз келсе, өзіңіздің қалаңызға байланысты, өзіңіздің өмір жүріс-тұрысыңызға байланысты, жұмысыңызға сіз тек қана 2 рет барып қайтып келесіз бе, немесе бір күннің ішінде қандай да бір жерлерге барып тұрасыз ба, соның барлығын санап, осылай салыстырмалы түрде қоғамдық көліктің бағасы, арзан көлік бағасы, орташа көліктің және таксидің бағасын салыстырмалы түрде өзіңізге талдау жасап шешім қабылдайсыз. Әрине бұл жерде тиімдісі бұл арзан көлік болып келеді. Себебі егер де сізге көлік қажет болса, өзіңіздің отбасыңыздың қажеттіліктеріне, өзіңіздің жеке өміріңіздің қажеттіліктеріңізге тәуелді болмас үшін қоғамдық көлікке сіз арзан көлікке қарастыра аласыз, және де ары қарай біздің видеомызда осындай көлікті алуда қандай қаржылық қадамдар жасауын қарастырамын. Жақсы, шешім қабылдадық. Көлік керек. Көлік қажет деген шешім қабылдаған кезде келесі маңызды қадам оны қандай жолмен сатып алу керек екенін анықтау. Әдетте 3 нұсқа бар.
стандартты банк несиесі, қолма-қол төлеу немесе жеңілдетілген 4% автокредит. Несиемен алу бұл көлікті бірден пайдалана бастауға мүмкіндік береді. Сізге толық соманы жинап күтудің қажеті жоқ, дегенмен пайыздық мөлшерлемені есептегенде артық төлем едәуір болуы мүмкін. Мысалы, 5 миллион теңгелік көлікті 5 жылға 19% мөлшерлемен алсаңыз, ай сайынғы төлем шамамен 130 мың теңгені құрайды. 5 жыл ішінде жалпы төлем 7-8 миллион теңгеге жетеді. Бұл бастапқы бағадан 2-8 миллион теңгеге артық. Бұл сома сіздің қосымша шығыныңыз. Пайыздық мөлшерлемелерді талдап алыңыз, себебі әр банкте әртүрлі несие саясаты болуы мүмкін. Несие алудың алдында қаржылық кеңесшімен ақылдасқан жөн. Келесі қолма-қол төлеу. Бұл артық төлемсіз, қауіпсіз нұсқа. Көлік бірден сіздің меншігіңізге өтеді. Ешқандай қарыз немесе ай сайынғы міндеттеме болмайды. Бірақ бұл жағдайда бірден үлкен соманы төлеу қажет. Бұл отбасының қаржылық қорына қысым түсіруі мүмкін. Келесі әдіс жеңілдетілген автокредит 4%. Бұл Қазақстандағы қолжетімді арнайы бағдарлама. Бұл несие тек отандық өндірістегі көліктерге беріледі. Номиналды пайыздық мөлшерлеме 4%, ал жылдық тиімді мөлшерлеме шамамен 7-5%-ға дейін жетеді. Мөлшері 15 миллион теңгеге дейін, мерзімі 7 жылға дейін. Кейбір жағдайларда бастапқы жарна 0%-да құру мүмкін. Мұндай шарттар стандартты нарықтық кредиттерге қарағанда әлде қайда тиімді, себебі артық төлем айтарлықтай азаяды. Бірақ берілетін несиелер саны тапшы болып келеді. Сол себепті кезекке тұрып, банкты алдын ала таңдап алыңыз. Егер қарызға жоламағыңыз келсе, жинақтау әдісі сенімді нұсқа болып келеді. Бұл үшін нақты жоспар қажет. Ай сайын табыстың 10-15%-ын арнайы депозитке аудару керек. Мысалы, егер сіз ай сайын 100 мың теңге жинасаңыз, 2 жыл ішінде 2-4 миллион теңге жинайсыз. Бұған қосымша табыс көздерін қоссаңыз, немесе шығындарды азайтсаңыз, қажетті сомаға жету мерзімін қысқартуға болады. Шешім қабылдағанда тек қазіргі жағдайыңызды ғана емес, алдағы 3-5 жылдағы тұрақтылықты да ескеру қажет. Себебі көлік тек сатып алу құнымен шектелмейді, оның ұстау, күту шығындары да айтарлықтай болады. Сондықтан таңдауыңызды қаржылық мүмкіндіктеріңізге және ұзақ мерзімді жоспарыңызға сәйкес жасаңыз. Көлік сақтандыру шығын ба әлде қорғаныс па? Көлікті сатып алу туралы шешім қабылдаған кезде міндетті түрде ойланатын тағы бір мәселе сақтандыру. Сақтандырудың екі негізгі түрі бар. Бірінші, міндетті сақтандыру заң бойынша барлық көлік иелері үшін міндетті. Бұл сақтандыру сіздің кінәңізбен болған апат кезінде басқа адамның көлігін немесе мүлкін жөндеуге жұмсалатын шығынды өтейді. Екінші, каско. Ерікті сақтандыру түрі. Ол сіздің өз көлігіңізге келген зақымның шығынын жабады, тіпті кінәлі өзіңіз болсаңыз да, немесе көлік ұрланса, табиғи апат болса. Сақтандыру неге маңызды? Көлік қымбат мүлік, ал жөндеу бағасы жылдан жылға өсіп келеді. Мысалы, жеңіл көліктің алдыңғы бамперін, фараларын және радиаторын жөндеу орта есеппен 700 мың теңге дейік. Егер апат кезінде сіз кінәлі болсаңыз және каско болмаса, бұл соманы толығымен өз қалтаңыздан төлеуіңіз керек. Сақтандыру сіздің қаражатыңызға тиімді болып келеді. Енді осы біздің демеушіміздің халық сақтандыру компаниясының автосақтандыруға байланысты өнімдерін қарастырып отырсақ, бізде халық каска бар, міндетті автосақтандыру бар, және де каска лайт сияқты өнімдері көп. Ал енді сол өнімдердің қолдануының тиімді тиімсіз екенін қарастыру үшін мен сіздерге бір мысалды айтып кетейін. Бұл мысал нақты жағдай және де осы халық сақтандыру компаниясының клиентімен болған жағдай болып келеді. Айтып өтсек, 2024 жылы Павлодар облысында мен Кен-Иртыш автожолында Kia Sorento 2024 жылғы Kia Sorento жолға шыққан. Жол барысында кенеттен елік шыққан. Өкінішке орай жүргізуші үлгермей қалып, жол көлік оқиғасы болды. Сол жол көлік оқиғасы нәтижесінде автокөлік елеулі зақым алды. Бұл зақым барысында автокөліктің капоты, алдыңғы әйнегі, алдыңғы шамдарына зақым келеді. Бұл зақымның бағасы 4,5 миллион теңгеге шыққан. Автокөлік иесі халық сақтандыру компаниясына жүгінеді, оның алдын ала сатып алған халық каско полисі болады. Шығынға техникалық баға беріліп, қарау актісі жасалады және қалпына келтіру жөндеуінің құны есептеледі. Және сол барлық құн 4,5 миллион теңгеге шығады. Бірақ автокөлік иесі бұл касканы небары 614 мың теңгеге сатып алған болатын. Яғни бұның сақтандыруға деген шығыны 614 мың теңге болған. Ал жол апаты нәтижесінде шығыны
4,5 миллион теңгеге шыққан. Барлық төлемдер кешіктірілмей каско полисінің шарттарына сәйкес жүргізіліп, клиент автокөлігін сақтандыру өтемақысының арқасында қалпына келтіреді. Яғни өзінің қалтасынан емес, сақтандыру компаниясының арқасында осы барлық шығынды толықтай жабады. Бұл шынымен де қажет болған сәтте каско автосақтандыру қалай жұмыс істейтінін нақты мысал болып келеді, және сіздің өзіңіздің жеке бюджетіңіздің, өзіңіздің отбасылық бюджетіңізге тиімді екенінің көрсеткіші болып келеді. Және де халық сақтандыру ең қиын сәтте де сіздің жаныңызда болады. Өзіңіздің автокөлігіңізге байланысты ресми сайтқа кіріп, халық каско өнімін қарастыруыңызға болады. және де қарап отырсаңыз, осы халық сақтандыру компаниясында халық касконы алған клиенттердің арасында тіпті зикір алу мүмкіндігіңіз де бар. Оны ресми сайтқа қарап барлық шарттарды қарап алуыңызға болады. Ал халық каско әрине бірнеше тарифтерден тұрады, және тариф пен төлемдер ол сіздің автокөлігіңізге байланысты, мысалы стандарт, VIP және полисті жинау тарифтары бар. Өзіңіздің автокөлігіңіздің құнына байланысты, моделіне байланысты жеке қарастыратын болып келеді. Мысалы қарап отырсаңыз, автокөлік 10 миллион теңге тұрса, полистің құны 125 мың теңгені құрайды. Ал сіздің осы авто толық жойылған жағдайда төлем сомасы 8 миллион 875 мың теңгеге дейін шығады. Әрине әр тариф өзіңіздің көлігіңізге байланысты және қалтаңызға байланысты болып келеді. Бірақ жаңағы мысалды қайта қарастырып отырғандай, сақтандыру әрине сіздің қаражатыңызға өте тиімді болып келеді. Мен өзімнің жеке автокөлігіме де каско халық полисін сатып алған болатынмын. Әрине алдарыңызда тек қана жол ашық болсын, ешқандай елік жануарлар немесе де басқа да жағдай туындамасын, бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді. Енді қарастырып отырғанда өзіңіздің жеке бюджетіңізге сақтандыру полисінің қаншама тиімді екенін көріп отырсыз. Сақтандыру бұл артық шығын емес, үлкен шығыннан қорғау. Егер көлікті жиі және қала ішінде қолдансаңыз, каско жасау қаржылық тұрғыдан дұрыс қадам. Сақтандырудың барлық түрлері, тарифтері мен жеңілдіктері туралы толық ақпаратты біздің серіктесіміз Халық сақтандыру компаниясынан біле аласыз. Олардың мамандары сіздің көлігіңізге ең тиімді және ыңғайлы сақтандыру пакетін таңдауға көмектеседі. Халық касконы рәсімдеңіз және Зикр 007-ні ұтып алу акциясына қатысыңыз.